Не пісіреріңізді білмей отырсаңыз, осы жаркояны жасаңыз. Өте тез, дәмді, әрі аз ингредиенттерден жасалады. Қалаған тауыңызды аласыз, аздаған сұйық май құясыз, тұздаңыз және тауық етіне арналған универсальный приправа саласыз. Араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Қазанымызға май құйып, етімізді екі жағын жақсылап қуырып аламыз. Пиязды тураймыз, қазанға салып 2 минут бірге қуырамыз. Сәбізімізді турап, оны да бірге қуырамыз. Помидорды орташа көлемде тураймыз, қазанға салып 5 минут қуырамыз. Уақыт өткеннен кейін паприка және жаркояға арналған приправамызды саламыз. Араластырамыз. Картошкамызды орташа етіп тураймыз. Қазанымызға салып 2 минут қуырамыз. Одан кейін ыстық су құямыз. Тұз саламыз. Чесногымызды саламыз. Қақпағын жауып, орташа отта 20 минут пісіріп аламыз. Одан кейін оттан шешіп, укроп сеуіп 5 минут қойып қоямыз. Дайындалу өте оңай, бірақ өте сочный әрі дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.